Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бөліп шығару жүйесінің мүшелерінің құрылысы. Тірек сөздер: бүйректер, қыртысты қабат, ми қабаты, дәнекер ұлпа қабаты, бірыңғай салалы бұлшықет, эпителий, нефрон, капсула, ирек өзекше, тостағанша, астау, пирамидалар, ревсорбция, бірінші және екінші реттік зәр сүзілу үдерісі. Енді балалар, бөліп шығару жүйесіне бүйрек жататынын біз жақсы білеміз. Бүйрек өзі бұршақ пішінді жұп мүше, бел омыртқа жотасының екі жағында орналасқан. Екі қабаттан тұратын қыртысты қоңыр қызыл қабаты, мына өздеріңіз көріп тұрғандай, сосын ішкі қоңыр ми қабаты. Сонымен бірге несіп ағар және қоқтан тұрады. Зәр шығару түтігі қуыс ішкі мүшелер болып табылады. Ас қорыту мүшелері, қан тамырлар, ауа жолдары сияқты олар да үш қабаттан тұрады. Сыртында тығыз дәнекер ұлпасының қабаты, ортаңғы қабаты бірыңғай салалы бұлшықет қабаты. Ең ішкі қабаты эпителий, қуыс бөліп шығару мүшелерінің міндетті зәрді жылжыту, оның жылжу уақытша сақталу, ағзадан шығарылуы. Енді міне өздеріңіз көріп тұрғандай, жалпы бүйректің зәр шығару бөлімі оң жақ бүйрек, міне бүйректің үсті бездері, бүйрек венасы, міне венасы, сол жақ бүйректің боз қабаты, бүйректің артериясы, міне, және қолқа, төменгі қуысты вена, несіп ағар, және қоқтан тұрады. Бұл біздің зәр шығару мүшеміз болып келеді. Бүйректің құрылысы мен қызметі қандай? Ол қанды сүзеді, зәрді түзеді. Қанды сүзіп, зәрді түзеді. Яғни бүйрек ағзамыздағы басты биологиялық сүзгі болып табылады. Егер де екі бүйректер жұмыс істеу тоқтатса, адам 30-40 минут ішінде ағзаның өздігінен улану басталады. Сондықтан ағза бүйректердің рөлі ағзаға маңызды болып табылады. Енді осы бүйректің сүзу үдерісін негізгісін жүргізетін біздің бүйрек құрылысындағы нефрон болып келеді. Әрбір бүйректе осындай миллионнан астам нефроннан тұрады. Нефронның бір қалыпты эпителий жасушаларының түзілген және екі бөліктен тұрады. Ол бірінші бөлігіне бірінші реттік сүзілуге капилляр торлардан, Бауман капсула деп атаймыз. Екінші сүзілу осы имек шумақтардан тұрады, өзектерден тұрады. Капилляр шумағы торлап жатыр, өздеріңіз көріп тұрғандай, ол бүйректің қыртысты қабатында болады. Капилляр шумағының байланысу қыртысты қабат едәуір қызыл түсті болады. Енді бүйрек пирамидасы. Ол микроскопсыз көрінетін бүйректің ішкі қабатына жиналған жіңішке жіпшелер. Олардың пішіні шынымен негізгі сыртқы қыртысты қабат пирамидаға ұқсас болып келеді. Ал бүйректің пирамидалар төбесі бүйрек астаушасының тостағаншасына айланады. Астаумен ми қабатына басталатын несіп ағар шығатын кішкентай
куусу болот. Зар түзүлөт нефронда эки кезеңмен түзүлөт. Багына айтып кеткендей, сүзүү және соруу үдериси менен түзүлөт. Биринчи сүзүү үдериси осы балмын шумагында жүрүлөт. Экинчи жаңағы сүзүлүү үдериси судан ары карата мына түтүкчелердин ичинде түзүлөт. Сондуктан тәулүгүнө 150 миллилитр биринчи реттик зар түзүлөт. Курамында жаңа кан плазмасына окшос, онда ар түрлүү фибриноген, глобулин, күрделүү наркоздар молекуласы болмайды. Және экинчи реттик сүзүлүү кезинде кайта соруу үдериси, капсулада түскөн пайдалуу заттар, глюкоза, дарумендер, гормондар канга кири кайтарылат. Бул жерде канга кири кайтарылат. Өйткөнү агзадагы кажеттүү деген заттар баардыгы сыртка чыгып кетпөө керек го. Сондуктан экинчи рет сүзүп, оны капилляр тамырларга кайтадан куят. Енді тек қана зиянды заттар зармен бірге сыртқа шығарылу үдерісі жүріледі. Зар қышқылы, несібінар, кейбір тұздар қалдықтары екінші реттік түзілуде сыртқа шығады. Бұл біз екінші реттік түзілуде 1,5 литр зарды сыртқа бөліп шығарамыз. Тазартылған сұйық қанға қайтарылып, ал түзілген зар сыртқа шығарылады. Зар қуықта жиналады. 500 мл зар сақталуға көлемі. Енді қуық. Бұл ішінде сілемейлі эпителий қабат қатпарлардан түзілген, қатпарлардың жазатын рецепторлары бар. Зар шығару рефлекстік орталығы жолының 8 көз бөлімінде орналасқан. Шамамен 2 жастан бастап ол үлкен ми сыңар қыртыстарынан бақылауда болады. Сол кезде зар шығарылу саналы түрде жүзеге асады. Қуықтың бірыңғай салалы бұлшықеттің жиырылған кезде зар шығару түтігіне түседі. Сыртқа шығарылады орташа шамамен 200-ден 300 мл. Ер адамдар мен әйел адамдардың зар шығару түтігінің құрылысында айырмашылықтары бар. Оны біз жоғары сыныпқа барғанда өтеміз. Енді балалар, осы оқулықтарын толықтырып оқи келе, қазір сіздер мынандай тапсырманы орындап көріңіздер. Мына жерде А-Б 2 сурет берілген. Осы суреттердегі мына сандар арқылы атап шығамыз. Өзімізді тексеру үшін оқулығымызды қарамай атау керек. Жақсы. Енді өздеріңізді тексеруге болады. Қай жерде қате жібердік, қайсысы қандай қызмет атқаратынын тағы өздеріңіз сипаттай отырасыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.